Ассалаумағалейкум, құрметті асылдарым, жақсыларым. Бүгін сіздерге біздің істеп жатқан жұмыстарды қазақтың жалпақ тілімен түсіндіруді жөн көрдік. Жалпы сіздерге бүгінгі тақырып ақша жайында болады, және де біздің істеп жатқан жұмыстарымыз не үшін деген сұрақтарыңызға жауап бергім келеді. Әрине, көпшіліктеріңіз бізді ақшаға қызығады, немесе сол ақша үшін жұмыс жасап жатқан адамдардың қатарынан деп ойлайсыздар. Бірақ та сіздер олай емес екенін түсіндіре кетейін. Ақшадан да ең қымбат нәрсе бар, ол біздің адамгершілігіміз, ақыретімізге дайындығымыз. Өлгеннен кейінгі өзімізден қалатын не қалдырамыз? Сол мұраны, артымыздағы аманатымызды ойлайықшы. Жалпы негізі ауылдан шыққан осындай қарапайым жігіттердің басын қосып, осыншама жұмыстарды не үшін жасап жатқанымызды түсіндіре кетейінші. Сіз түсінсеңіз, барлығы түсінеді деген ойдамыз. Ал енді ақша мәселесіне келейік. Жалпы негізі өздеріңіз құрметтейтін, құрметті сіздердің доллар деген ақшаларыңыз. Баяғыда осы доллардың құны алтынға пара-пар еді. Одан кейін өздеріңіз білесіздер, Францияның Шарль де Голль деген сұмдығы келіп, доллардың атасы Америкаға келіп, сіздердің қағаздарыңызды берейік, ал сіздер бізге соған пара-пар келетін алтын беріңіздер деген кезде, бұлар өздері алтынын беріп жіберді. Әрине, егер де бүкіл мемлекеттер Америкаға келіп алтынды ақшасын өткізіп, макулатура дейміз ғой, қағаздарын, фантиктерін өткізсе, олар алтынды бере алмайды. Өйткені доллардың саны қазір осы уақытта алтыннан көп, перепечатанный. Сондықтан қағаздарды көбіректеу шығарып тастаған рас, енді олар үстіндегі ақшаны ешкімге бере алмайды. Значит, олардың не істеді? Мынау ақшамыз біздің алтынға емес, мына жердегі товар, услугаға пара-пар деді. Яғни, мына көлем мен мына көлем бірдей. Бұның ішінде үй де бар, Американың ішінде жүрген машиналар бар, нан, көлік, бүкіл осының бәрі товар, услуганың бәрі, қызмет түрі мен товарлардың бәрі осы долларға пара-пар деді. Жарайды, солай аяқта болсын. Енді азған уақыттың ішінде біз қазір олардың товар, услугадан да артық ақшаны печатать етіп қойған көріп отырмыз. Бұл артық ақшалардың бәрі не істейді енді олар? Осы артылып қалған ақшалардың бәрін дамушы мемлекеттерге қарызға беріледі. Әрине, под процент. Енді қазіргі уақытта өздеріңіз қарасаңыздар, сіздердің қолдарыңызда Америкаға барып, сіз $1 шоколад сатып алсаңыз, сіздердің $1 мұнда келіп, Американың ішкі нарығына кірмейді. Ол бірден, ол мына жақтан банктер қабылдап алғаннан кейін оны жоюға жібереді. Неге? Өйткені ол инфляционный ақша ішке кірмейтін болады. Енді товар түрлері көп, өздеріңіз білесіздер. Бұл әлемдік деңгейде айтатын болсақ. Ал енді мен сіздерге Қазақстанның темасына кірейін. Ал енді есептеңіздер. Бізде қалай болып жатыр? Жалпы негізі біздегі қозғалған әрбір товардың бәрі қалай жұмыс жасайды? Айтайық, сіз мына жерде бір адам егін салмақшы. Егін салу үшін сіз процентке ақша аласыз. Одан кейін біреу оны баратта егіннен шыққан өнімді қоймаға қояды, оны элеватор дейді. Ол да под процент, жаңағы элеваторды салу үшін, сату үшін, ол жерде жаңағы қимылдату үшін пайызбен кредитке ақша алады. Одан кейін он шығаратын цех бар, одан кейін оннан кейін жаңағы нан пісіретін наубайхана бар. Ал енді мына жерде халық тек. Ал халық мына кезде нанды сатып алатын болса, бұл нанның құрамында онымен қоса не нәрсе бар? Банктың проценттері бар. Мына қанша этаптан өтеді, сонша этаптағы бүкіл проценттің бәрі осы нанның себестоимостьына келіп тіреледі. Нанның құны, мысалы үшін айтқан кезде 100 теңге болса, сол 100 теңгенің 10 теңгесі ме, 20 теңгесі ме, ол банктерге әр этаптан өткендегі төленген проценттер. Жалпы негізі біздің экономикамыз осылай келе жатыр. Ал енді біз қандай шешім қабылдаймыз? Ары қарай қалай өмір сүреміз? Бұл нан мәселесінде, одан кейін үй мәселесінде де, автокөлік мәселесінде, бәрінде де осындай проценттерге кіріп жатқанымыз айдан анық. Әрине, біз бұл өмірге ақша табуға келген жоқпыз. Біз өмірге мынандай инфляционный ақшалармен бай сезінуге келген жоқпыз. Біз өмірге өмір сүруге ғана келдік. Сондықтан кредит төлеуге келген жоқпыз. Осындай еркін ойлайтын біз сияқты азаматтар ары қарай қалай өмір сүруіміз керек, не істеуіміз керек деген мәселелерді өз бетімізше шешіп сіздерге түсіндіре бастадық. Енді мен сіздерге біздің істеп жатқан жағдайларды айтайын. Әрине, қазір әлемдік деңгейде CoinMarketCap деген бар.
қазір осы видеоның астында ссылкасын қалдырамыз. Сол жерге сілтеме арқылы өтсеңіздер, CoinMarketCap'та әлемдік деңгейде жұмыс жасап жатқан үлкен электрондық сайттарда электрондық ақшалар, криптовалюталар, криптоакциялар деп айтасыздар ма, осылай жұмыс жасап жатыр. Ол қазіргі заманның дамуы. Енді сіздерге бір нәрсе айтайын. Қазір енді Каспий банкке рахмет. Сіздер енді бір жақтан екінші жаққа таксимен жүрсеңіздер, бір зат алсаңыздар, не бересіздер? Олар сіздерге мобильдік құрылғыдан сандарды ғана жібересіздер. На самом деле ол ақша емес. Ол тек қана жаңағы сандық цифрлар ғана жүріп жатыр. Реально ақша қай жақта екенін білесіздер. Ал енді біз 2016-тан бастап біз осы жобалардың бәрін анықтап, Алло не керек интернет-магазинін құрған болатынбыз. Жалпы одан әрі қарайтын болсақ, 2014-тен бастап біз Асыл Адам деген қормен жұмыс жасадық. Асыл Адам қорының негізгі мақсаты дінге, ұлтқа, нәсілге бөлмей, бүкіл адам баласын бірлікке, жақсылыққа шақыру. Одан кейін біз 2016-тан бастап Алло не керек деген интернет-магазинін құрған болатынбыз. Енді Алло не керек интернет-магазинінің жұмыстарын түсіндіре кетейін. Сізге айтып тұр ғой, не керек деп тұр. Алло, маған үй керек десеңіз, пожалуйста, үй. Маған автокөлік десеңіз, пожалуйста, автокөлік. Маған киім-кешек, тауарлар керек десеңіз, тауар, қызмет түрі керек десеңіз, қызмет түрін беріп жатырмыз. Енді Асыл Адам қорының негізгі мақсаттары да сол ғой, баспана және жұмыспен қамту, мұқтаж отбасын деп жатырмыз. Енді осы кезде бәрі неге мұқтаж отбасын дейді, дұрыстап ойланып қарасаңыздар, Қазақстанда екінің бірі мұқтажбыз. Жалпы әлемде алатын болсақ, бәріміз Аллах Тағалаға мұқтажбыз. Ал енді мынау қазіргі уақыттағы сіздердің не нәрсеге тәуелді болып тұрсыздар қазір? Ақшаға тәуелді болып тұрсыздар. Сондықтан сіздерге бір шамалы кішігірім тәуелсіздік керек болатын болса, ол әлемдік деңгейдегі ешқандай жүйеге бағынбайтын децентрализованный сеть дейді қазір, сода жүріп жатқан қазіргі қаптаған бірнеше түрлі қызмет, тауар түрлері бар. Айта кететін болсақ, ол биткоин, эфириум, олардың бәрі қазір рыноктарда 24 сағатта бәленбай миллиард доллар товар оборот жасап жатыр. Сіз оған басыңыз қатырасыз ба, барасыз ба, бармайсыз ба? Ол әлемдік деңгейдегі даму. Біз егерде соған өтетін болсақ, өтуіміз керек. Россияның өзінің Ripple-ын шығарып қойған. Енді қарасаңыздар, біз аманат деп шығардық. Осыдан бірнеше жылдар бойы осы мәселе бойынша айтып келе жатырмыз. Аманат деген А деген буква осылай болады, ал биткоин деген Б деген буква осылай болады, өздеріңіз білесіздер. Енді әлемдегі бүкіл дүниенің бәрі бір тартылыс заңы бар ғой. Сондай заңдар болатын болса, біздің А деген буквамыз Б деген буквадан әлдеқайда жоғары тұру керек қой, өздеріңіз білесіздер. Ал енді біз қазір осы аманаттың артына үй, автокөлік және тауар, қызмет түрлерін бәрін келтіріп жатырмыз. Енді қарасаңыздар, қалай болып жатыр? ICO-ға шығу үшін бірінші ақ қағазға өзінің идеясын жазады. Одан кейін даму картасын жазады, дорожный карта дейді оны. Біз оның бәрін жазып, халыққа түсіндіріп, вот ертең міне қазір болып қалады дегеннен гөрі, біз оларға бүгін үйін, автокөлігін, тауар қызметтерін бәрін беріп жатырмыз. Значит, біз осының басын біріктіре отырып, біз әлемдік деңгейдегі биржаларға шығуға мүмкіндігіміз бар. Ал биржаға біз товармен, үймен шыға алмаймыз ғой. Биржаға біз немен шығамыз? Аманатпен шығамыз. Аманаттан түскен ақшаның бәрі біздің осы Қазақстанға келеді. Президентіміз айтып жатыр, сырттан инвестиция тартыңыздар деп. Инвестицияны қалай тартамыз біз? Инвестицияны біз тарту үшін бір технологиямызбен таңғалдыру керек. Ең мықты біздің қазір жобамыз ол шаруа мекені. Шаруа мекенінде біздің ауыл шаруашылық тауар өнімдері шығады. Біз әлемді технологиямен таңғалдыра алмаймыз. Біз фотоаппарат шығара алмаймыз. Біз керемет сұмдық машина шығара алмаймыз. Бірақ біз ең шығаратын товарымыздың бірі ол ауыл шаруашылық өнімдері. Сіздер күлетін шығарсыздар, мүмкін мені табалайтын шығарсыздар, бірақ шаруа мекенінен шыққан өнімдер ауыл шаруашылық өнімдері. Бұл ең таза, ең мықты өнімдер, және де біз Қазақстан оны шығаруға мүмкіндігіміз бар. Рас айту керек, бізде табиғи жағдайымызда қолайлы, бізде қалған мамандарымыз бар, ауыл шаруашылық жерлеріміз бар, бүкіл барлық қолайлы жағдай туып тұр. Келешекте біз технологиямен емес, әлемді таза өніммен ғана таңғалдырамыз. Енді таза өнімнің бағасы да көтерілетінін білесіздер. Өйткені бүкіл жерде қуаңшылық жерлердің бәрі құрып келе жатыр, а Қазақстанның күрек тимеген жерлері көп. Соған біз халықты біріктіріп,
осы жобалар жасап жатырмыз. Ал енді биткоиннің бағасы қазіргі таңда 40 мың доллардың жобасында. Біз енді осы биткоинді 40 мың доллардың жобасында болмаса да 35 мың доллар болады деп баяғыда мен айтқан болатынмын. Әрине мен банга емеспін, мен құмалақшы емеспін. Оны айту үшін біз фундаментальный анализ жасап, алға қарай бірнеше жыл стратегиясын ойластырдық. Енді келешекте ол 100 мың долларға дейін баруы мүмкін. Ал енді аманат койынның жағдайы қалай болады? Бұл 10 мың долларға дейін барса да бізге жеткілікті. Өйткені біздің капитализациямыз мына жақта coin market cap'та бірінші ондыққа кіруге әбден құқымыз бар. Өйткені біздің осы жобамызда халыққа тұтынатын не керек деп тұрмыз ғой сіздерге. Үй керек па? Керек заттың бәрін беріп жатырмыз. Значит, бізге осы жаққа құйылған инвестицияның бәрі халқымызды үймен, автокөлікпен, тауар түрлерімен және шаруа қожалықтардың бәрін нығайтатын боламыз. Одан шыққан өнімдердің бәрі шетелдерге сатылады. Шетелдерден бізге прямой ақшалар жан-жақтан келіп құйылады. Бізде мына биржалардан келіп құйылады, және де мына тауарлар шықса, тауардан келіп құйылады. Әрине біздің жан-жағымыздағы барша адамдарға осылай тамырына қан жүгіртуді жөн көрдік. Жалпы ешқандай қылмыстық жағдай емес бұл кезде. Бұл финансовый пирамида емес. Бұл жалпы негізі біздің осы қазақ елін қалай тығырықтан шығарсақ екен деген өзіміздің жобамыз. Бұдан кейін даже былайша айтқан кезде сыртқы қарызды да жауаптау мүмкіндігіміз бар. Мемлекет маған не береді деп қарап отырмай, мемлекет үшін жұмыс жасайтын болсақ, әрқайсымыз осыны дұрыс түсінуіміз керек. Жалпы қорытындылайтын болсақ, асыл адам дінге, ұлтқа, нәсілге бөлінбейтін болса, мына жобаларымыздың бәрі шетелдерге шығаруға да мүмкіндігіміз бар. Айтайық, тура осы модельді Қазақстанда жасағаннан кейін Россия, Армения, Қырғызстан, Белоруссияға барсақ, бізде оларды төтеп беретін күш болмайды. Өйткені біздің жобамызда жалпы біздің шығарайын деп жатқан аманатымыздың артында үй, автокөлік, қызмет, ауыл шаруашылығының бәрі тұр деген сөз. Бір сөзбен айтқанда, ешқандай мемлекетте, ешқандай елде осындай подкрепленный монета шыққан емес. Жалпы біздің жобаларымыз халықтың, еліміздің өркениетін, адамзаттың дамыту үшін жасалып жатқан жоба. Біз ешкімге конкурент болайық деп, немесе бір елдерді жаулап алайық деп жатқан жоқпыз. Тек қана осындай децентрализованный сеть. Мұнаның бәрін бір сөзбен айтатын болсақ, қазір осының бәрін қазір үлкен экосистема дейді. Ақша сыртқа шығып кетіп жатқан жоқ. Ішкі айналымда қалып жатыр. Значит, бұл халықтың әл-ауқатын жақсарту үшін жұмыс жасайтын осындай бірде-бір жақсы дүние деп есептейміз. Жалпы сұрақтарыңыз болса астына қойыңыздар. Мен сіздерге жалпы қарапайым тілмен ғана ақшадан бастап ақырын мына монета, криптовалюта, әлемдік рыноктардың қалай жұмыс істейтінін бүгін айтып түсіндірдім деп ойлаймын. Бір сөзбен айтатын болсақ, қайтадан өтем. Аманат деген бұл халықтың бізге тапсырған аманаты. Біздерден кейінгі бізді ұрпағымызға аманат қалдырғымыз келеді. Мына аманатымыздың бағасы теңге сияқты, доллар сияқты құлдырап кетпейді. Өйткені бұның бағасы мына цифрлық, мына жерде оцифрованный, каждый товар, услуганың бәрі, және де клиент адамдардың бәрі цифрализациядан өтеді. Адамдар дүниеге келіп, дүниеден өткеніне дейін біз осы арқылы белгілеп біліп ала аламыз. Және де бұл біздің қазіргі қолданыста жүрген нәрсе. Енді қысқасын айта кетейік. Сіздер алу не керектен бір тиын ақша төлемей зат алып жатқан адамды көрдіңіздер. Яғни біз алу не керек интернет-магазин халықты тонап жеу үшін емес, халыққа әкеп беру үшін жасағанбыз. Товарды және де қызмет түрлерін. Аманат хом, аманат драйв арқылы автокөлік, үй алып жатқан адамдар көріп отырсыздар. Шаруа мекені арқылы адамдар бастарын біріктіріп, ауыл шаруашылығын дамытып жатқан көріп отырсыздар. Жалпы біздің жобаларымыздың бәрі осылай ақырын өрби береді. Әрине қазір бізбен келіспейтіндер де шығып жатыр. Бізге қарсы келіп жатқандар да шығып жатыр. Бізге просто өз жұмысымызды ары қарай жалғастыруға мүмкіндік берсе дейміз. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет айтамыз. Бізбен бірге болыңыздар.